Қазпоштада халықаралық жаңа қызмет осы уақытқа дейін ауыл аймаққа хат хабар жеткізетін қоғам енді жүк тасымалын іске қосты. Бұл логистикалық сервис қызметі. Әріптесім Асылбек Данияр Қазпоштаның жүктелген көліктерін аралап жүргізушілермен жүздесіп қайтты. Бұл жерде Қазақстан бойынша заңды тұлғалардың жіберген заттары А нүктесінен Б нүктесіне жеткізіледі. Елдің аманат еткен коммерциялық жүктерін діттеген жеріне жеткізу тікелей жүргізушілерге байланысты. Ғалымжан Садықов Қазпошта акционерлік қоғамында 3 жылдан аса уақыттан бері қызмет етеді. Қазақстан ішінде және шетелге заңды тұлғалардың берген жүгін жеткізіп береді. Ол біз жай ғана жүргізуші емеспіз. Біздің иығымызда тұрады негізінде жаңағы жүкті қабылдап алу, жеткізу. Техникаларымыз бұрын ескі болатын, қазір 26 машина алып отыр. Алды уже. Көріп тұрғандай осындай жаңа техника келіп отыр. Қазпошта қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің бұйрығына сәйкес уәкілетті экономикалық оператор және кеден өкілі болып есептеледі. Бүгінде олар логистикалық үдерістерді жеңілдету және оңайлату үшін клиенттің сұранысы бойынша кез келген бағытта кедендік рәсімдеуді жүргізеді. Уәкілетті экономикалық оператор бізге клиенттерге кедендік рәсімдеу қызметтерін ала отырып, логистикалық қызметтерді бірге алып, жаңағы комплекстік қызметті көрсете аламыз. Жолданған заттарды қауіпсіз жеткізу мақсатында биыл акционерлік қоғамның автобазасы жаңартылды. Барлығы ұзақ жолға шыдайтын КАМАЗ маркалы жүк көлігі. Автокөліктер білікті жүргізушілермен қамтылған. Асылбек Данияр, Дәулетбек Абдрахманов, Қазақстан ұлттық арнасы.